блог контент жүргіземін деп шештім ғой ағасы. Merhaba. Шымкент Түркістан дейді ғой. Сонда былай қарай бара ма? Электричка ғой, походу. Бірақ вагондық пойыз. В общем, сол неше түрлі влогтардың жиынтығы ол үшін. Погнали еді жауап атсаң, ондай жоқ, чисто әкшен. Мама, я в Ютубе. Ютубтамын. Қазақша сөйле, Қазақша сөйлеу модада. Каналға жазыңдар, осында қолбайсың нәрсе каналдар. Қазақша сөйлеу Бабалар шығады, в общем, көп ол видео түсірмей келші. Сөйлемей алдық қой. Дима? Ау. Ішіне кіріп көреміз ба? Так еді сұрақ көреміз. Шок контент. Терезесіне бойым жетпейді да просто. Жетсе отыратын ем десе. Сұрайтын ем хотя бы. Сен пойызда жүргесің ғой айтпақшы да. Плацкартта мін көргем, потом мінбейтіндей болдым ғой. Ооо. Өзінше еще. Купеге менен Купені, плацкарты менсін дейді еще. Менсінен просто. Менсінен дейді. Жоқ, менсінен просто. Bir ay бұрын астын алып қоясың да, в итоге соңында балап тұр дейді ма? Үстіне жатасың. Ну, в принципе, купеде де не емес қой. Не исключение ғой. Купеде үнемі үстінен алатын болдым енді. Камера жоқ сияқты. Түрің жау болды. Қолымда зат бар мен ше, қалай десем. Жасыл есті ашады, қызыл тоқтарда маңыздасы. Баспаймын мен? Қолымда зат тұр деймін ғой. Әке стой тұрам. Ауыр. Ничего, көтере берем, маған ауыр болады. Бараться, Мы живем в штрафостане, так что... Апа, басып көресіз ба? Нахуй. О, пойыз кетті. Саған жаққа тұраш демекін, шаман не аласың? Қызылордаға баратын болса былай қарай барамасың да? Иә. Сыртынан ем өткен, кстати. Бірақ іші сол баяқшы қалды. Өтетін переход та сол. Новый линиялар сызыпты. Содан, мен түсіріп тұрамын да сен, қазір Қызылорда Алматыдан пойыз келеді ғой. Астынан жатып тұршы. Только телеграмда ғана салатын контент болады десе. Ютубқа саламын. Жоқ, маған ондай контент ашып, мен ютубқа саламын. Ютуб қандай болмайды рас. Зор контент ұсынып жатырмын, өздерің бас тартып отырсыңдар. Димаш, аллергиясы бар адамдарға бір сөз айтшы. Принимайте Флютал F, Мантингент и легкое дыхание. И паллада көзге. Все будет четко. Түрінен көрініп тұр, все будет четко екен. Жаман аллергиясы бар жігітке. Жаман адамдарға аллергиям бар менің. Артышым бұл. Сендер артықсыңдар. Неғып онда аллергиясы енді? Біз өтте жап-жақсы адамдарымыз ол жаман адамдарға аллергия десіңдер. Біздің жанымызда жүрсің ғой дейін да. Сәлсінде жап-жақсы адамдарға аллергия екен да. Раз біздің жанымда жүріп не аллергияң ұстап отырса. Бір күні бүгін Жасырды көріп қалдым көршімізше. Сөйтіп жатам не істеп жатсың, жұмыс істеп қоямын ғой сөйтсем. Блогерлікті қойдың ба дейді. Қойдым деймін ғой. Болмай қалды ма дейді, болмай қалдым дедім ғой. Маған қырыныр айтатын соны. Тастаған жоқпыз блогер, просто творческая пауза. Творческий кризис, денежный творческий кризис. Да. Особенно денежный. Жазда, короче, бір балуан жалдап Астанаға барамыз. Коучинг сатасың ба? Егер сатсаң, иә. Қай жазда екен айтқан жоқпын бірақ. Big brain move. Иә. Болашаққа план. Иә. Қалай? Ашын тұрып біріңіз? 2 миллион теңге берем дейді да. Анау вагон үстінде бүйтіп тұра аласың да. Смело. Бергісі емес арғысы. Смело. Қане 2 миллион. Штрафың 100 мың теңге ма? Төледім штрафыңды. Болмай қалды. Қане 2 миллион теңге? Әшін айтқан ғой. Мақұл саған 3 миллион теңге берем дейді да. Мына астына жата аласың ба? Алматыдан пойыз. Пойыз жоқ кезде жата аламын. Жоқ, Алматыдан пойыз келген кезде. Келатқан кезде. Кетіп қалғанша. Анаған қазір 200 теңге берсең шайнай тұрмын мен. Бір үйренеміз. Маған 2 теңге берсең шығып беремін. Точно ма? Менде 2 миллион теңге бар. Мыңнан тастап па? Алматыға барамай қалса пойыз берсем, полный пойызға не берсе, бері қалса ше. Пойызбен жүрегім КТЖ ма? Мынандай түсірікті Сұлтан, типа мен өзім түсіріп келе жатамын да, сен өзің түсіріп келе жатасың да. Сөйтіп бір-бірімізге қарап қаламыз да. Типа махаббат. TikTok тренд. Братская любовь. Ұрым мен негізі нормальный традиционный ориентацияның үшін. 16-та 9 ба? 9-16-та ма? Ба. Бір поза қалып
Сигнал дейді. Все думают по мере испорченности. Бүйтеміз бе қазір? Қайтамыз. Бірақ Ерғазының креативности оянып тұр енді. қарап тұр да просто полицейскілер. Ойлағым ана жерге телефон қойып қойып былайша ондай. ертең тұрып кетсе вообще Алматыға қарай. Алматыда жүрма телефон. Прикинь, полный видео түсіріп шықса күні бойы ше. Я сол жеткен кезде память таусылып ше. Сейчас дәркесі шықса. Ну, үйден біреу в общем. Неше болды сағат уже? 9-дан 11 кетті. Ерболсын келеді ма? Айттым ғой. Ем. Ана бір телефон бар ғой, уақыт табу ше, ровно бар. Қалтамнан шығарып алсайда. Жоқ, Телефон. жоқ, шығарып алса қолым төбет шығарып алсайдың да. Екінші пайда ойласын. Реал Мадрид бүгін жеңісімді көрейік. Көрмейсіздер ме футбол? Жоқ. Футбол деген ана адамдар сеткадан доп лақтырып жүру үшін қолмен не қылатын нәрсе ма? Жоқ. Допты өзі тебеді да, арқасынан өзі жүгіретін спорт қой. Анау PlayStation'да джойстик X-ті басып қойсаң артынан жүгіретін нәрсе ма? Барлықтарыңа сәлем, менің аты Жомарт Бекежан. Бүгін сіздерге біз мына пойызбен жүрміз. Алды 3 локомотив. Мынау пойыз товарный деп аталады. Білмесеңдер білбаңдар. Біз бірақ товарный емес пойыз күтіп тұрмыз. Біз пассажирский күтіп тұрмыз. Я пассажирский. Ол пассажирский деген адамдар пойызы. Мынау товарный пойыз ішінде товар тасиды. Айтыңдаршы, қандай 3 способпен бегемотты холодильникке тығуға болады? Холодильникті ашасың, бегемот саласың, холодильник жабасың. Дұрыс, ал енді жирафты 4 жолмен қалай не қыласың? Холодильникті ашасың, бегемот аласың, жирафты саласың, холодильник жабасың. Өте молодец, өте дұрыс. Енді қара, аң патшасы Арыстан. Когда контент жоқ. Тоқтасай, аң патшасы Арыстан жиналыс жасап тұрсын, барлық аңдар жинаған, бір ғана аң келмей қалған. Қандай аң? Холодильниктегі жираф. Молодец, келесі. Мә басында самолет жайында айтым керек еді ғой. Ё-мое. Артқа қайтарамыз. Басына қойып жібереміз ғой, қырқып. Иә, қырқып жан. Елестет, сен самолетте ұшып келатсың. Самолетте кірпіш тазалап жатыр. 500 кірпіш еді, бір кірпіш құлап кетті. Қанша кірпіш қалды? 499. Дұрыс, молодец. Енді арған жалғастырамыз. Бір апа қолтырауынға толы балотан өту керек. Қалай еді? Апа, өтті ма, өте ала ма? Өте ала ма, өте алмай ма? Өте алады, бірақ өте алмайды. Жоқ, тоқсы 2 минут алға қарай қойсыңдар. өте алады. Неге? Себебі қолтырауындар жоқ. Өйткені қолтырауындар қайда? Қазақстан туған күнде. Иә, дұрыс. Бірақ апа по-любому өткеннен өліп қалады. Неге? Бағана бір кіш басына түседі. Дұрыс. Білуің керек едің ғой бәріне. Білем. Маған біліп алдыңдар шутка енді. Мен атымды шутка айтып жүресіңдер енді. Қай жылы шутка ғой? Актерлау ма? Сондай ғой. Не да, актерлау. Жоқ енді актерлау ғой. HD мен жүрмін. HD алмай. Таусаң көрініп қалды. Сушындар. Блогқа қош келдіңіз. Сұлтан блогына. Мен жаңа анекдоттарын жатталдыңдар ғой, иә? Бір анекдот айтып жүр. Ерболсын қарасаң анекдот. Стрелаға барып таңған. Анау корейский актерді білесің ба? Дөу ше. Бандит. Иә. Бірақ анау Hello Kitty'дің чехолын тағып жүресің ше. Соған кішкенде ұқсайсыз негізі. Иә, пассажирский емес қой. Үйреніп бала шағал болатын жастамыз. Не алып жүрміз ғой анау? Вечно молодой. Успешным өткен кезде айтатын оқиғалар жинап жүрміз. Подкастта айтатын оқиғалар жинап жүрміз ғой. Кезінде сары көрдім, самсыз қанды ше. Бастайсың Бәдекі шарт отқанымыздар ба? ТТВ блог түсіріп кеткеніміз. ТТВ блог түсіріп кеткеніміз бар енді. Тыңдап тұрмыз. Жер поезда 20 бар, Семей Қызылорда 20 бар. Қай жаққа салайын? Нормально оқып деді, осы понятно, иә? Құрметті жолаушылар, Алматы Қызылорда пойызы келе жатыр. Понятно.
50 жасар ма апа оны. Астаналықтар, өшім қарағандылықтар сендерге... Ау? Мектеп жібересің бе? А, дұрыс. Әкелсін. Екінші. Неге? Второй. Ау, көтеріле ма? Не, көтеріле. Семья жақта. СЗУ-да оқитын бітіріп қоя берді дейсің. Сен мына жақта отырсың. Бірақ стипендияны қалағандары бітіріп кетті. Сен мен жақта ғой. Ау, стипендия қосып... Біз деген техта бітіріп кетпісің, құлаған жоқпыз стипендия. Өз білем ғой, сендердің техтарың. Предпосын құлаған жоқпын бар. Өз біліммен. Предпосын қылған жоқ, потому что стипендия жоқ. Потом что платный. Блогымызды кезекті түрде жалғастырамыз. Мынау пассажирский пойыз, вагон. Мен түсіну керексің, ол негізі блог болады. Мынау бет қалды. Жоқ, камера былай болып қалды. Сұлтан, Сұлтан, сен Димаштың мобиловсың ба? Жоқ. Мен сен мобиловым болайын да. Давай. Маған 200 мақ теңге төлейсің. До свидания. Диплом несінде десей, накануне. Негізі біз мешітке ашып отқан адам екенбіз. Жақсы, сізге сәт. Диплом жақсы қорғап ал. Сен неғып пока деп отырсың? Внимание. Жоқ. Мешітке барамыз. Мешітке барамыз, мешітке барып тұрған негізі. Кеттік, поехали, let's go. Короче, именно конкретно осы блог негізі пойыз жайындамыз, негізі мешіт жайында болу керек еді. Апалармен түсіп қалсаң зор да. Қыздармен түссең өзің несін дайын етсең дайындамайды. Апалар, же балам же деп жібереді. Сондай апалар түссе, қуана үстіне жатар әмі. Аталарға түссең де сол. Балам ке шай ішеміз. Өзақ білет. Кайф, ха? Жан атасың ғой. Шықтап отырыңдар. Ал бізге. Ұшасың ау Дима, я? Үш па? Машинамен бірек. Смешно. Ана же, шын ба? Мешіттің алдына зәмзәм су ұстап тұрсың, оқытушылар келіп сенімен танысады дейтін. Кімдер? Оқытушылар. Оғымта. Сол жаңағы хиджаптағы қыздар. Сен андай қылып жібердің ғой, 05 деп сестіп қырсаң информат тоқтайды деген сияқты қылып жібердің. Анау тиктокта шығады ғой ше, сондай қыздармен қалай танысуға болады. Танысуға бола ма негізі? Намаз уақытын сұрап таныспаса. Осы жұмақтан келді. бар ма? Жол барады ғой. Жазды маған. Видео түсірдір, видео Ол түсірдір. не дегенді? 24-те жетістеу керек емес па? Кан. Пахнет болсың, ә? Сені прямо рөше кет болсың. Уже болып қойған ғой? Спектакль. Иә. Не дегенді? Кеше несінде 24 дегенді ма? Жоқ. Менен басқасын бәрі барып қойған шығардадың да сен. Жоқ, біз бүгін Ерғазы айтты барайық та деді. Яғни бармадық та барайық дедік. Келдік та Жақтан кіресің да. Жаңағында адамдар көп екен. Кәдімгідей көп. Не деген адам бұл? Azanda 9'dan geçti, 6 ay uzat verdi. 6'dan кейін uzat жоқ. Қазір сағат 9:30, 10 болып жатыр. Біршама адам әйел қауым болсын, ер қауым болсын аралау үшін келгендер бар екен. Сағаттар ол таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана болады екен. Қазір тек қана намаз оқуға келген адамдарға намаз оқу болады. Бірден влог бәрін қамтиды, дәрет алатын жер. Әдемі екен. Сен де қазір аралауға болмайды, тез көрсем. Бірақ негізі аралайтын адамдарға жаңа сағат 6-ға дейін алуға болады екен. Жоқ, менің дәретім бар. Димаштың группалас түркіттар көріп отса таңғалады. Димаштың дәреті жоқ па деп. Дима. Бірақ келгеннен кейін мен сіздерге айтайын, келгеннен кейін аралап келдіңіздер ғой. Мешітте өзінің әдептерін сақтап, әрине мешітке не үшін келеді? Дұға ету үшін, қол соғу үшін, намаз оқу үшін келеді. Сондықтан келіп жаңа көріп суретке түсіп қайтпай, жаңағындай намаз оқып, ең болмағанда жаңағындай зиян әдепсіздіктен айырылу керек. Мына жер кәдімгі
Адасады екенсің, иә? Еш непонятно. Мен 3-ші курс кезінде 2021 жылы деймін. 2021 жылы кейін бірақ өзәлік бәрі бітті, құрылысы болып жатқан бәрі бетон еді. Содан енді келіп тұрмын ашылды. Енді ашылды, конечно, бүгін жылдың 1-і. Бұл болып 1-і күні түсірді. Или қалай болып оқып бір адамдар оқып жатса, кейбіреулер экскурсияда жүрсе. Біреулер намаз оқыды, тұрды, жанын арқа алысып. Сонда кеше жұмаға келдім ғой. Оқып отырмын да енді. Барынша мән бермеуге тырысасың ғой. Осылай тұрмын, короче. Қасымда бір адам деп тұр, әңгіме айтып отыр да, қасындағы адаммен ше. Қалай екен дәрді алатын жер? Тіп толды. Қазір мына жер қараңғы енді, бірақ енді қай жерде оқимыз? Бұл жер енді қараңғылау екен. Адамдар намаз оқып шығар. Суретке түсіп отыр адамдар. Намаз оқи. Главный жер екен. Өте неудобный уақытта келдік енді. Айбетпендер. Лайфстайл блог. Тағында намаз оқып отыр. Мынандай жазулар Астанадағы үлкен мешітте ұқсатып істелген екен. Бәрі камера ма? Бізде именно осы жерінде болған өмір. Жердің бәрі әлі андай құрылыс строительный леса дейді. Сондай тұрған кезде келген өмір. Намазына жерде оқимыз қазір. Біз оқып біттік. Бірақ оқып бітіргенше сайттың бәрін өшіріп тастады. Оқып атқан кезде сәл құлақтың қырымен естіп қалдық, бірақ ішінде болады жоғалып кетті. Жоғалып кеткен енді ата-анасынан сәл алсақ қалғанда. Біраз адам енді шынымен де әшейін қызық көру үшін келеді. Енді дұрыс қой, біздің өзімізге де қызық болып тұр, бірақ сәл грайм сезу керек та. Мешіт пен басқа да қызық ғимараттың. Бірақ мешіт керемет енді айбетпендер. Біз кеш келіп обзор жасатқан. Бұл ешқандай да обзор емес, бұл чисто біздің блог. 3 этаж ба? Бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж екен. Қаланың шыққанда бейт осындай. Есігі дәу енді. Анау бағынан главный жері мына жер ғой. Біз мына жерінде оқыдық. Мына жағы да бар екен. Әйелдер оқитын жер қай жерде еді? Соның артындағы бер жағында. Екінші этаж. Екінші этаж, иә, дұрыс. Айба? Авария. Осының ойында экшен десе. Іште олар мешіттің алдында велосипедті құлаған авария жасады. ДТП на велике. Мешіттің алдында құласаң сауап бола ма? Ойма. Сауап өзіңе сауап. Сауап болды саған. Бағана айтыңызшы бағана. Қайсына? Жаңа цитатаңызды. 9 тілден 9 тіл бәледен дедіңіз ба? Жоғай. 9 ақыл бір нәрсе дедіңіз ба? Әйелді дейді да, бір ақыл 9 нәрсе болады дейді да. Ал еркекті 9 ақыл бір нәрсе болады. Өтсін. Жақын аяқтан түсіп тұр екен ғой. Жер болсын ұстазды. Айта беріңіз. Ер адам дейді да, 9 ақылмен бір нәрсе ұстай алмайды дейді да. Ал қыз баласы бір ақылмен 9 нәрсе ұстайды да. Ауыр. Ауыр ма? Иә. Сосын бүйтеді ғой. Тауға шыққың келсе дейді да, қырдан баста дейді. Осы видеоны тоқта мен айтып алдым да. Осы видеоны 10 адамға жіберсең, ертең ғасыр сенде болады. Құдай қаласа. Сен не айтып Талдың төбесіне шыққан кезде астынан баста. Еще бүйтіп айтады. Менде онда айтатын нәрсе жоқ, бірақ мен айтатын нәрсем каналға жазылыңдар. Қарны бар. Сосын бүйтеді. Еңбектің наны тат дейді, талқаудың жаны тат дейді. Ұйқың келсе 2 сағат ұйықтап ал деген бар. 2 сағат емес, 15 минут жетеді. Не дәлелденген орындай психофизический, биологический, математический, физический, химический, в общем. Қаншасы тамақ же. Ұйқың келсе ұйықтап ал. Бірақ андай конкретно ақыл күтсең. Ауырғың келмесең молдай су ішпе. Олар сіздер кетеді. Бұлардың ақылы сондай ғой. Ұйқың келсе ұйықтап ал. Ішің келсе ішіп ал. Сен түсіңізді жол деген сен айттың. Ал өзің ал ақыл айт ал. Мешіттің фонында тұрсын тиім бойлы. Короче, соттың заряд аз болса, заряд қойып ал дейді. Понятно. Айтады дейді да. Еректі 9 нәрсе дейді да, бір ақыл.
Я айтқанмын, Әйелде 9 ақыл, жоқ 9 нәпсі 1 ақыл дейді да. Ал еркекте 9 нәпсі 1 жоқ. Бір күні орманның арасында тасбақа мен тасбақа деген аян кетіп жатыр. Тасбақаның аты аян. Қоян кетіп жатыр, аты саян. Тасбақа мен аян мен қоян жаңағы саян. Кетіп бара жатқан кезде саян аянның үстіне шығып алады. Тасбақа қоянның астына шығып алады. Қоян мен саян жаңағы аян мен саян. Кетіп бара жатқан кезде жолын арық көреді. Тасбақа аян өтіп бара жатады, қоян саян өте алмай қалады. Тасбақаның үстіне саян қоян шығып алады, қоянның астына қоян саян шығып алады. Қоянның үстіне жаңағы саян шыққан соң, қоянның астынан тасбақа аян болған соң, тасбақа аянмен бірге өтеді судан. Тасбақа мен аян судан өткен соң, аян мен саян бітеді, короче. Дейсің? Бұяққа келіп намаз оқу керек деймін. Маған басқалай жатқаның да? Осылай жалпы. Жоқ, мына жерге жаңағы не, машинаға ше? Машинаны подписке қойып, келіп намаз оқып, соны шығарма қайта көріп, короче. Жоқ, машинаны жуып дедің ғой ше? Таза болып келсін, кір болып келсін, әшер қойып, намаз оқып келіп. Бұл видеоны өшірдім. Өзі дәрет алып, машинасын дәрет алғызып, короче. Мэр келесің да? Еще наши Инстаграм қосып қоясың ғой, короче. Инстаграмға ше? Наши қосып аласың да. Өтірік айтты, камера қосылып тұрды. Камераны өшірдім. Келіп бүйтші. Кішігірім осындай разнообразный блог. Серьезно обзор екен деп қарақаман деп өзіміз енді келдік. Чисто лайфстайл ғой. Не отыр тура сол нәрсе. Осындай контенттер көп болады енді каналда. Осындай бағыт ұстанған деп жатырмыз. Каналға жазылыңдар. Алда одан да қызық нәрселер көп болады жазда әсіресе. Сондықтан еріккен болдар. Ақша жарататын емес жоқ. Еліктен ойнамақшы. Ал қайсысын шығарғың келеді? Сен лоқсың деп жазып жатсың. Ол жазба салып кетті оны. Жасында ғой. Jingle Bells тұрған ектен жазып олады. Қыспатты ғой. Айттың ғой жерсен. Сен лоқсың деп деген жазышы керек. 100 теңге тағы да кетті, 50 теңге кетті. Қыспатты ғой.